мүгедектігі бар адамдарды протездік ортопедиялық көмекпен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу. Egov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға әлеуметтік қамтамасыз ету, мүгедек адамдарды қолдау бөлімін таңдаңыз. Қызметтер тізімінен мүгедектігі бар адамдарды протездік ортопедиялық көмекпен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу таңдаңыз және онлайн сұрау батырмасы бойынша өтіңіз. Қызметті кім үшін алатынын таңдаңыз. Егер сіз балаға қызметке тапсырыс берсеңіз, оның ЖСН номерін енгізіңіз. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімге құсбелгі қойыңыз. Байланыс мәліметтерін толтырып, көмек түрлерін таңдаңыз. Қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен өтінімге қол қойыңыз. Жеке кабинетте көрсетілген уақыт ішінде келіп түсетін өтінімді өңдеу туралы хабарламамен танысыңыз.